Мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Айдарбаева Роза Тайманқызымын. Мен осы Маңғыстаудың төл перзентімін. Осы колледж 1993 жылы ашылды. Халықтың тілегіменен Маңғыстау өнерінің кенже қалып жатқандығы ескеріліп, бізде алғаш рет колледж ашылды. Сол кезден бастап мен қызмет жасап келе жатырмын. Ол кезде бізге колледждің директоры болып, осы консерваторияның жоғары білімін алған Аманбек Сүндетов директор болып орналасты. Одан кейін де 23 жыл қызмет жасап, сол жылдардың ішінде біздер барлық күшімізді, еліміз егемендік алып, қиыншылықтар болып жатқан жылдары ешқандай қиналмастан үлкен шәкірттер, талантты шәкірттер дайындадық. Бұл колледж Қазақстандағы ең алдыңғы қатардағы колледждердің бірі болып есептелінді. Оның айғағы қазіргі Алматыдағы Құрманғазы академиялық оркестрдің бас дирижері Тілепбергенов Абылай соның қызмет жасап жүр. Соның айғағы. Тағы да көптеген студенттер Қазақстанның түкпір-түкпірінде қызмет жасап жатыр. Мен өзім бірнеше деген лауреаттар дайындап, қазірге дейін осы колледждің жанында қызмет жасап жүрмін. Менен басқа да көптеген ұлағатты ұстаздар бар. Рахат Мадриев Ауыл Тарағұл атындағы оркестрдің бас дирижері, Сақып Мәдіреева жолдасы, тағы да көптеген атақты мәдениет қайраткері бар. Көптеген жастар тәрбиелеп, сол жастар осы колледжден ұшып шығып, Алматыдан білім алып, консерваториядан, Астанадан, академиядан білім алып, қазір осы Маңғыстау өнері көкке көтерілді деуге болады. Енді бір қиыншылықтар кездесіп отыр. Бізге біздің мысалы бала оқытуымыз әрқайсысы жеке-жеке жүргізіледі. Сондай біздер болашаққа осы қазақтың өнерінің туын көтеретін жас ұрпақтар тәрбиелейміз. Міне осындай тәрбиелеу үшін сол біз жоғарғы оқу орындарынан, жаңағыдай консерваториядан, академиядан білім алып келеді. Енді бізге жағдайымыздың қиындап тұрғаны жақында ғана осы біздің колледжде ертеректе оқыған, бірақ оқи алмай шығып кеткен, қайтадан оқып, солай болып, сосын заочный бір институттан диплом алып келген бір директор қылып отырғызғалы жатыр. Оның аты Жанна Мырзағалиева. Енді біздің бүткіл коллективіміз ондай адам бізге қандай тәрбие береді деген сөзге келіп тұр. Әрине біз оны кінәламаймыз еш жағынан, бірақ бізге білімді, кәсіби білімді, бірнеше жылдар қызмет жасаған. Мысалы, біздерде жаңағы экзамен, ай сайын экзамен бар, техникалық экзамен, академиялық экзамен бар, сосын қысқы экзамен. Соның бәрінде оның пландары бар құрылатын. Баланың өзінің возможностығына қарай. Қазіргі мысалы күйдің бірнеше мектептері бар. Солардың несіне бар, әрбір мектептен алатын күйлер бар. Ай сайын, 2-3 ай сайын, жарты жыл сайын мысалы келіп жатқан халықаралық конкурстар бар. Соның бәріне қатысатын біздер балдар дайындаймыз. Соның бәріне сөзі жүретін. Біздер мысалы кейде келіспей қалып жатамыз. Соның бәріне ақыл айтатын біздерге білікті сондай директор керек. Ал бұл кісі ешқандай жұмыс жасамаған, практикасы жоқ. Ешқандай сондай өзімізден алдында білім алған, сондай бір әкеліп қойған жат, соның коллективіміз қарсы болып отыр. Барлығы да білімді адамдар бұнда отырғандар. Академия бітірген, магистратура бітірген, атақтары бар. Сондай үлкен ол бала-шаға емес отырған. Бүткіл өзінің өнеріне, біздер өзіміздің өнерімізді, мысалы, бүткіл өмірімізді осы өнерге арнап тұрған адамдармыз. Сондықтан мен соған мына басшылар санасуын сұраймыз, осыны қаралсын деп мен айтқым келеді. Қосыласыздар ма? Мен Нұрия Оспанова, осы Маңғыстау өнер колледжінің көптен жұмыс жасап келе жатқан ұстазымын. Сонау 96 жылдан бері. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткерімін. Көптеген шәкірттерді дайындап, жоғары оқу орындарына білімден ары қарай шыңдауға жіберіп отырған мамандармыз. Мен естігенім жаңағы біздің академиялық ән салу бөліміне жаңа Мырзағалиева жанына келіп жұмыс жасап жатыр екен. Біз ол кісіні көрген де жоқпыз, қай студентті қай оқушыны алып оқытқанын да білмейміз. Жаңа академиялық ән салу бөлімінің педпрактикасын сағаттарын алған екен деп естідік. Және ол бұйрықта тұр ма? Мен өзім бұл кісінің енді біздің мекемеде жұмыс жасауына қарсымын. Себебі біздің мекемеде жасау үшін білікті, білімді, тәжірибелі маман керек деп ойлаймын. Наталья Васильевна, являюсь преподавателем детской школы искусств. Работаю в этой школе с 1986 года. Значит, работала с Жанной Мировной в качестве зауча в течение 2 лет, наверное, с 14 по 16 года. На тот момент Жанна Мировна занимала должность зауча по воспитательной работе. Ну, что я могу сказать? Не могу охарактеризовать человека сознанием того, что она профессионал, поскольку на тот момент у нее не было нагрузки, то есть она не работала педагогом.
Вот, поэтому, что могу сказать о человеческих качествах? К великому сожалению, на момент работы, вернее, на момент, когда Жанна Мировна приступила к должности директора, в коллективе возникало очень много недоразумений вернее, недомолвок между коллективом и администрацией. Жанна Мировна, в общем, позволяла себе некоторые вольности. Не хочу, чтобы это превращалось в какие-то сплетни, но сам факт того, что она позволяла себе высокомерный тон в отношении людей, которые проработали в этой школе не один год, и за плечами которых большой стаж, высокий профессионализм, высокие результаты. Вот, тем не менее, это человека не останавливало. Всегда велись разговоры свысока положения. Вот, поэтому, конечно, вот на этот счет в коллективе шли разговоры среди коллег, что надо все-таки уважительно относиться к коллективу. Вот, поэтому я все-таки считаю, я на стороне колледжа, поскольку и мое, в общем, такое пожелание и просьба все-таки утвердить Дину Бугалымову в качестве директора колледжа, поскольку это человек грамотный, это человек знает всю эту кухню, вот, человек с высшим образованием, человек с высокими достижениями. Я думаю, что это очень хорошая и достойная кандидатура.